Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етімен, корей сәбізімен жасалатын, дәмді әрі оңай дайындалатын салаттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін тауықтың төс етіне дәмдеуіштер, паприка, бұрыш, тұз қосып, духовкада немесе табада пісіріп аламыз. Оны кубиктап турап, ыдысымызға саламыз. Келесі үстіне морковча салатын қосамыз. Бұл салаттың рецептісі менің каналымда бар. Осы видеоның астына сілтемесін қалдырып кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Немесе дайын түрін сатып алсаңыз да болады. Келесі ұсақтап туралған қызанағымыз бен жүгеріні қосып араластырып аламыз. Негізі бұл салатқа майонез қосылады, бірақ мен қоспауды шештім. Осымен салатымыз дайын болды. Әсемдік үшін петрушканы қолдандым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар.